Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін үй жағдайында осындай әдемі, тәтті, ерекше тіске басар жасайтын боламыз. Жұп-жұмсақ әдем болып шығады. Алдымен табағымызға 2 жұмыртқа салып аламыз. Бұған 200 грамм сүт құямыз. 1 кішкентай қасық тұз, 2 қасық қант саламыз. Жарты чай қасық уксус құямыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу үшін бұны араластырамыз енді. Бұған кішкене ұн салып, үстіне разрыхтитель салатын боламыз. Қамыр қопсытқыш 1 кішкентай қасықпенен. Тағы да араластырамыз. Сұйық қамыр болғанша. Бұл қамырдың енді 3-тен 1 бөлігін алып қоямыз, бөлек. Енді қалған қамырымызға ұн қосып илейміз. Қолымызға жабыспай әдем қамыр болып шығу керек. Бұл қамырды 2 бөлікке бөліп, пакетке салып қоямыз. Жұмсақ қатып қалмас үшін беті кеуіп. Енді қалған қамырымызды бұған какао қосып илейтін боламыз. Араластырамыз лопатканың көмегімен. Жақсылап түйіршік қалмау керек. Лопаткамды тазалап алайын. Сосын бұны қолмен илейтін боламын. Бұны да қолға жабыспайтындай жақсы қамыр болғанша илейміз. Осындай. Бұны да пакетке салып қоямыз. Енді бір қамырымызды жайып, осындай көлемде жайып алып, ортасына ұн салып, бұны бір шетке қойып тұрамыз. Келесі қамырымызды да дәл осылай сол көлемде жаятын боламыз. Онды сеуіп, екі жағын төңкеріп, үлкейтіп аламыз қамырымызды. Бұны да алып қоямыз. Оны сүйіп, жабысып қалмас үшін бір шет қойып қоямыз. Келесіде какао қосылған қамырымызды жаямыз енді. Бұны да қолымызбен үлкейтіп алып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Дәл жаңа қамырдай болу керек, үлкендігі. Сосын бұл 3 қамырды бірінші қамырымызды жаямыз. Алдыңғы жайылған 2 қамырымыздың біреуін алып жаямыз. Бұның үстіне какао қосылған қамырымызды жаямыз. Мына жерлерін тегістеп жіберейін.
Bunun üstüne жаңағы үшінші қамырымызды жаямыз. Енді үшеуін біріктіріп үстінен тағы да жаятын боламыз. Жұқалап. Қатты жұқалап жайса да болады. Екінші шетін аударып тағы жаямыз. Енді бұның шет-шетін кесіп аламыз. Осындай рулик жоқ болса, пышақпен кессеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Осылай кесіп аламыз. Төрт бұрыш қылып кесіп алу керек қой, төрт бұрыш қылып. Енді роликке үйренмегенсін, сәл қисықта болып жатыр. Оны ештеңе етпейді. Міне осындағы төрт бұрыш қамырды осындағы түйеміз. Міне тағы бір рет көрсетейін. Екі шетін бір түйеміз, екінші шетін тағы бір түйеміз. Міне осылай қылып. Бәрін осылай қылып түйіп шығамыз. Міне, дәл осындай болады бәрі. Әдемі болып тұрады, ортасында какао болған үшін қоңыр түстес бұл. Енді бұған сироп дайындаймыз. 200 грамм суға 200 грамм қант салып қайнатып қоямыз. Жаңа қамырымызды, майымызды қыздырып салып алатын боламыз. Міне тағы да саламыз. Осылай сүзіп аламыз. Қызып тұрған майды. Енді жаңа қайнап тұрған сиропымызды оттан алып, бұған үлкен қасықпенен бір қасық бал салып араластырамыз. Міне дайын печеньелі тәттілеріміз. Міне сиропымызға салып аламыз. Тағы да саламыз. Бал менен сироп аралассақ дәмі күшті болады. Балдың иісін дәмін беріп тұрады. Не осындай әдемі. Бұның үстіне сахарный пудра септім мен. Видеом ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Жасап көріңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.